Біздің қазақ даласында ақын жыраулар көп өтті. Соның бірі Сартай деген атамыз. Осы күнге дейінгі ән жыр термелерінің көбі халық әні, халық термесі болып келді. Сол Сартайдың бір жақсы бір келетін ағалар аңсап, құрбылар қоштап деген бір желдірме деген термесі бар. Оның ішінде тілге тиек қылатын жаман адам баласы қонаққа барсаң үйіне қабағын түйіп жираңдап, өз-өзінен сұрланған жақсы адамның баласы дүниеге тарылмай, мыңсан қонақ келсе де жайдасындай қырланған. 6 жол өлеңнің ішінде осы бала тәрбиесі, жалпы имандылық, инабаттылық деген сияқты біздің қазақи тәлім тәрбиенің көбін көруге болады. Сол Сартайдың желдірмесін айтып берейін. Азаңгіме сөйлейін келгенімше қалымыз, аянбас мынау сіздердің кешен тұрса кеудеде шыбындай мынау жанымыз. Басыңа сөгіс келмейді өзіңмен қатар жігіттер, жақсы болса алған жарыңыз, жаман болса алғаның. Тең құрбыңнан ұялып төгіле беттен қарыңыз. Ер адамның басына екі бір дәурен келмейді. Бұлағай салып қалыңыз, мен сөйлейін жақсылар. Сыбағыңды алыңыз, ағысынан ағайын. Жүйрік отпай шабайын, отырғаннан қалайық. Сөзімі епкеней, қаныңыз ағағы. Айт дегенде бұлданған, мінезіміз құлданған, әр жерде жүйрік бар алғаға түсі шілдалған. Томағамда алда топқа сал, бәйгімде болмай құрғалман дүнияның боғынан. Қалайда батыр өткен жоқ, жауырға соғылданған. Жақсылардың алдында сөйлейтін қызыл тілім бар. Боз жырға баттай ырғалған белін жақсау адамға. Айтқан сөзің тыңдалған, атадан алған жамандар. Топқа да кірмей шегініп жайдасындай қырланған. Жаман адам баласы қонаққа барсаң үйіне, қабағын түйіп жираңдап өз-өзінен сұрланған. Жақсы адамның баласы дүнияға тарылмай, мыңсан қонақ келсе де жайдасындай қырланған. Тіршілікте азамат жаман дегенсе бұл уақытта өтпей тұрмас басың намына бір фанеу, сұм жалған ақы.